Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде әлеумет білім беру саласы бойынша қоршаған ортамен таныстыру пәні. Ал бүгінгі тақырыбымыз көліктер деп аталады. Сабағымыздың мақсаты көліктер туралы ұғым қалыптастырып, өздеріне таныс көлік түрлерін салыстырып, ажыратып, айтып беруге үйрету. Әр түрлі көлік құралдарынан түрлі мамандық иелері туралы білімін кеңейту. Балалардың ақыл-ойын, есте сақтау қабілетін дамыту, мамандық иелерінің еңбегін бағалауға, құрметпен қарауға тәрбиелеу. Сабағымызды бастамас бұрын балалар, барлығымыз шаттық шеңберіне тұрайықшы. Қане, менің артымнан қайталаңдар. Бір шаңырақ астында Қазақстанда тұрамыз, бірге сайран құрамыз, бір үйде біз тұрамыз. Күнде шат күліп күн, шаттанамыз бәріміз. Өміріміз көңілді, мәңгілік достықпен мақтанамыз бәріміз. Балалар, ерте заманда адамдар көлік құралдары ретінде ат, түйе, есек сияқты жануарларды пайдаланған. Бұл жануарлар жүк тасымалдауға да ыңғайлы болған. Ал қазіргі уақытта техника дамып, түрлі көлік құралдары пайда болды. Бұл көлік құралдары әуе көліктері, су көліктері және жерде жүретін көліктер деп бөлінеді. Жерде жүретін көліктерге өздерің көріп тұрғандай машина, автобус, троллейбус, пойыз сияқты көліктер жатады. Ал су көліктеріне кеме, қайық сияқты көліктер жатады. Ал әуе көліктеріне ұшақ, тікұшақ сияқты көліктер жатады. Балалар, бүгін бізге қонаққа аю келіпті. Кәне, барлығымыз аюмен амандасайықшы. Жақсы балалар. Балалар, қарандаршы, аюдың көңіл күйі жоқ сияқты. Неге деп ойлайсыңдар? Балалар, аю өзінің баласы қонжыққа барғысы келіпті. Алайда қонжыққа барайын десе, оның алдынан түрлі кезеңдер шығып, ол кезеңдерден қандай көлік құралымен өту керек екенін білмеген аю қайтадан артқа қайтыпты. Аю бізден көмек сұрап отыр. Аюға көмектесеміз бе балалар? Тамаша балалар, ендеше біз аюмен бірге сапарға шығуымыз керек. Біздің алдымыздан талай-талай кезеңдер күтіп тұр. Міне балалар, бірінші кезең осындай биік таулар кезеңі. Бұл кезеңнен қандай көлік құралымен өтуіміз керек? Дұрыс айтасыңдар, бұл жерден біз ұшақпен өте аламыз. Енді қарандар балалар, біздің алдымыздан теңіз шықты. Бұл жерден біз қай көлік құралын пайдаланамыз? Дұрыс айтасыңдар, бұл жерден біз кемемен өтеміз. Енді балалар, біздің алдымыздан осындай ұзын жол шықты. Бұл жерден біз қай көлік құралымен өте аламыз? Дұрыс айтасыңдар, бұл жерден біз машинамен өте аламыз. Жарайсыңдар балалар, сендердің көмектеріңнің арқасында аю өзінің баласы қонжықпен жолықты. Аю сендерге көп рахмет айтып жатыр. Балалар, сендер аюға көмектесеміз деп шаршап қалған боларсыңдар. Кәне, барлығымыз сергіту сәтін жасап алайық. Менің артымнан қайталаңдар. Машина кетіп барады, жан-жағына қарады. Бағдаршам қызыл жанғанда машина тоқтап қалады. Бәрекелді балалар. Балалар, біз қазір суреттің жартысы деген ойынды ойнайтын боламыз. Бұл ойынды ойнау үшін ережесімен таныстырайын. Балалар, қазір сендерге суреттің жартысы шығады. Ал екінші жартысын табу үшін сендер жұмбаққа дұрыс жауап беру керексіңдер. Ал ендеше бірінші суреттің жартысын табайық. Менің жұмбағымды мұқият тыңдаңдар. Кеудесінде жаны жоқ, тамырында қаны жоқ. Май жейді, су ішеді. Бұл не екен балалар? Дұрыс таптыңдар, бұл әрине машина. Аспанда жүзеді, қанатын қақпайды, жерде де жүреді, бауырлап жатпайды. Ол не балалар? Дұрыс, ол әрине ұшақ. Келесі сурет. Бір-біріне қарап үйлер тіркесіп, қара тұлпар жүр әрі-бері көшіп. Бұл не балалар? Жақсылап ойланыңдар.
Дұрыс таптыңдар. Ол әрине пойыз. Келесі жұмбақ. Үтікке міндім, мұхитта жүздім. Бұл не? Мұқият ойланыңдар, балалар. Дұрыс, әрине кеме. Дұрыс таптыңдар, балалар. Темір тайым, тамақты еш жоқтамайды. Бұл не деп ойлайсыңдар, балалар? Дұрыс, не деген ақылды балаларсыңдар? Сендер бұл жұмбақты да дұрыс таптыңдар. Балалар, бүгін біз не үйрендік? Бүгін біз көлік түрлерін үйрендік, балалар. Көліктер нешеге бөлінеді? Қандай түрлері бар екен? Дұрыс айтасыңдар. Әуе көліктері, суда жүзетін көліктер, жерде жүретін көліктер деп бөлінеді, балалар. Бізге бүгін қонаққа кім келді? Бүгін бізге қонаққа аю келді. Біз оның баласы қонжықпен жолығуына көмектестік, балалар. Жарайсыңдар, балалар. Бүгін сабаққа сендер өте белсенді қатыстыңдар. Сау болыңдар, балалар.